Қайырлы күн баршаңызға, қымбатты оқырмандар. Сіздермен бірге әдеттегідей мен дәрігер Маратбековна. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыз, каналға қош келдіңіз. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз эндометриоз жайлы болады. Әйел адамдар арасында жиі кездесетін осы ауру жайлы. Ол неге пайда болады, себебі не, жалпы оны қалай диагностикалауға болады, сонымен қатар қазіргі таңда халықаралық деңгейде қандай рекомендацияларға сүйене отырып, қандай ем шараларын жүргізуге болады. Осы жайлы айтатын боламыз. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіз, өте құнды ақпараттар аласыз. Жалпы эндометриоз деп отырғанымыз не? Эндометриоз деген өзінің аты айтып тұр, эндометрий. Эндометрий деген біздің организмде матканың ішінде өмір сүретін клеткалар бар. Осы клеткалар егерде басқа жерлерде өсетін болса, басқа жерлерге ауысып, оны эндометриоз деп атаймыз. Енді сіздерге түсінікті болу үшін қарапайым ғана мысал ретінде алайық. Сізге мысал үшін мынадай тапсырма берілді. Нанның ішіне ғана укроп егіңіз деп осындай жерді береді, дөңгелек жерді. Сіз осы жерге укроп дәндерін сеуіп қоясыз. Осын қарап отырасыз. Негізі нормада укроптар тек осының ішінде өсу керек. Қалыпты, себебі сіз осы жерге ғана ектіңіз. Енді бір қарасаңыз, мына жердегі укроптар басқа жерлерде де өсіп жатады. И тура сол сияқты эндометриоз деген матканың ішінде ғана болу керек клеткалар басқа жерлерге тарап кетеді. Мысалы, ол қандай жерлерге таралады? Ол қуық, ішек, сонымен қатар жатырдың терең қабаттары болуы мүмкін, яғни сыртқы қабаттары, бұлшықетті қабаттары. Сонымен қатар ішектен бөлек басқа одан да алыс орналасқан органдарға таралуы мүмкін. Бұның себептері не? Жалпы көптеген зерттеулер жүргізілген, бірақ әлі күнге дейін нақты эндометриоздың себебі мынау дейтін бір ғана шешімі жоқ. Сондықтан сіздерге бірнеше варианттарын айтайын. Бірінші себеп ол этикр циклының өте қатты келуі, яғни оны ретроградты менструация дейді. Менструаль цикл кезінде жатырдың ішіне өте көп қан толып, ол басқа аумақтарға жатырдың трубасына қарай ағып кетуі мүмкін деген версия бар екен. Сол кезде осы менструация арқылы трубаның бойына да эндометрий клеткалары таралып, сол жерде ол клеткалар орнығуы мүмкін. Келер жолы дәл осы жерде эндометриоз, яғни жатырдың трубаларында эндометриоз пайда болуы мүмкін деген. Екінші себеп ол до рождения, бала туылам дегенше, эндометрий клеткалары тек қана жатырда емес, басқа жерлерге де орнығып пайда болады да. Оның организмінде гормональды өзгерістер болған кезде сол жерлерде эндометриоз дамиды екен. То есть уже трубада, қуықта, ішекте эндометрий клеткалар бала туылған кезде болады да. Бірақ ол әрі қарай өзінің көріністерін, симптомдарын беру үшін оның организмінде гормональды өзгеріс болған уақытты күтеді. Когда гормональды өзгеріс болған кезде, сол кезде ғана эндометриоз дамиды. Үшінші себеп қабыну процестері. Жатырдың ішінде егерде воспалительный процесс болатын болса, ол да эндометриозға алып келуі мүмкін. Төртінші себеп аутоиммунды аурулар, яғни организм өзінің клеткаларын дұрыс танымай, өзінің әскерлері өз клеткаларына атака жасаған кезде тоже эндометриоз дамуы мүмкін. Және тағы бір себеп, ол біздің жейтін тағамдарымыздың құрамында егерде диоксиндер, яғни ол химиялық қоспалар саналады, химикаттар көп болатын болса, ол қалыпты жағдайдағы нормадағы клеткалардың түрін эндометрий клеткаларына ауыстырып жібереді екен. Осы кезде тоже эндометриоз дамуы мүмкін. Және тағы бір себеп бұл асқазан, ішек, бауыр жолдарындағы бұзылыстар. Не үшін? Себебі эстроген деген гормондар болады. Осы эстроген гормоны бауырда, ішекте ыдырап отырады. Олардың утилизациясы жүріп отырады. Егерде асқазан, ішек, бауыр жолдарында бұзылыс болатын болса, эстрогеннің ыдырауы бұзылысқа ұшырайды да, ол дұрыс ыдырамай, қанда керісінше көбейе береді. Мынау керек емес эстроген, оны жою керек деп бауырға береді, бірақ бауыр оны ыдырата алмайды. Сондықтан ол қайтадан қанға барады да, осындай эстрогендер көбейіп кетеді да, қанда эстроген деңгейі жоғарылап, эндометриоз шақыруы мүмкін. Жетінші себеп ол әйел адамда стрессті жағдайлардың болуы. Ол да гормональды өзгерістерге алып келеді. Сегізінші, оның бір психосоматикалық себеп болуы мүмкін. Тоғызыншы себеп ол генетикалық жағдайлар, гендік жолмен берілуі. Егерде мамасында эндометриоз болса, кейін қызында да эндометриоз болуы мүмкін. Бұл генетикалық тұқым қуалаушылық жолмен берілушілік деп айтамыз. Және ең басты негізгі себеп бар, ол қанда эстрогендердің жоғарылауы. Қанда эстрогендердің жоғарылауы
эндометриозға алып келеді. Қалай? Мысал үшін, біздің организмде эстроген гормондары бар, и мына жақта эндометрий клеткалары бар. Мына эндометрий клеткаларында эстрогенге сезімтал рецепторлар бар. Сондықтан бұлар бір-бірімен байланыс алады. Қараңыз, эстроген, эндометрий да. Эстроген келетсе, эндометрий деп қуанады да, осылай қабылдап алады. Сондықтан егер де эстроген деңгейі қанда жоғарылайтын болса, соғұрлым мына жердегі эндометрий клеткалары сезімталдылығы артып, ол көбейе береді да, жан-жаққа солай таралуы мүмкін. Жалпы негізгі көп эндометриоз болып жатқан әйелдерде гормондарына анализ тапсыртқан кезде осындай өзгерісті көреміз. Енді эндометриоз қандай симптомдар береді әйел адамда? Біріншісі ол боль, именно ауырсыну қай кезде болады? Етек келіп жатқан кезде қатты ауырсыну болады, үлкен және кіші дәретке шыққан кезде қатты ауырсыну болады. Сонымен қатар бір ауыр нәрселерді көтерсе де төмен тартып тұратын ауырсыну болуы мүмкін. Төртіншіден шаршағыштық, бесіншіден ол бедеулікке алып келуі мүмкін.